Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге күзгі қызанақтардан қыстың қамын ойлап, ерекше дәмді тағам жасаймыз. Ең алдымен қызанақтарымызды әбден жуып, құрғатып, керек емес жерлерін алып тастаймыз, жақсылап турап аламыз. Осы туралған қызанақтарымызды ет тартқыштың көкөністер турайтын құрылғысына салып, өткізіп аламыз. Ал егер де сіздерде мұндай құрылғы болмаса, ет тартқыштың өзінен өткізуге болады. Ендігі кезек сарымсақтарымызды, қызыл ащы бұрышымызды жуып, блендерге салып, өткізіп аламыз. Қымбатты оқырман, менің арнама тіркеліп, каналымның дамуына үлестеріңізді қосып қойыңыздар. Қазақ тілді каналға қолдау көрсетіп қойыңыздар. Міне блендеріміздегі сарымсағымыз, ащы бұрышымыз дайын болды. Енді осыны қызанағымыздың үстіне жайлап саламыз. Енді тұзымыз саламыз. Қантымыз саламыз. Сосын әбден араластырып, 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Жиі араластырып, бетіне шыққан көбігін алып тастап отырамыз. Бұл қанты мен тұзы әбден еру керек. Сол үшін жиі араластырамыз да. Міне осылай жиі араластырып, міне көбіктері шығып жатыр. Осы көбікті алып тастап отыруымыз керек. Міне, бұл өте маңызды. Міне огонегіміз дайын болды. Бұл огонектің ерекшелігі қайнатпай, сол күйінде қыста иісі мұрын жарып, қош иісті, дәмді, сол күйінде сақталады. Мен бұл огонекті бірнеше жылдан жауып, балаларым, бала-шағам мәз болып жейді. Енді осы дайын болған огонегімізді стерилденген кішкентай банкаларымызға құйып,
Қақпақтарын мықтап жауып, салқын жерге сақтаймыз. Қыста ыстық тамақпен де, суық тамақпен де жеуге өте дәмді, тәбет шақыратын огонек. Қымбатты оқырман, видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын.